Кім болды деп есік қаққан жаңағы бәрі бірге есікті ашып қарады. Әйелі де баласы да қорықты, іздеп кепті соқыраны баяғы. Жігіт жеке шықты дағы далаға, жақындады жалғыз көзді анаға. Әйелім мен баламды сен шошыттың, неге келдің, не бар мынау қалада? Саған келдім, демеймін бұған өкінем, хабарласпай тым алысқа кетіп ең, үйленіпсің, балаң бар деп естідім, сүйейінші немеремнің бетінен. Сескенді ана жабсар деп сортағы, қатуланып қабақшытып ол тағы. Жоқ, болмайды, рұқсат жоқ, себебі бір көзің жоқ, бала сенен қорқады. Бітті әңгіме, болмас қайта бастауға, қайттана демеу болар дос бар ма? Күңіреніп ақ жауынын төгіп тұр, ана менен бірге жылап аспанда. Уақыт сырғып айлар өтті, жыл өтті, өткен әр жыл 20 түлек түлетті. Ауылға кел, сағындық деп достары хат жіберіп шақыртыпты жігітті. Жол ұзақ деп жігіт біраз қиналды, дегенменен барамын деп ұйғарды. Әйелді алып, баланы алып сол күні жол жүрмекке отбасымен жиналды. Келді ауылға, мауқын басты тарады, жігіт ойы басқа арнаға ауады. Балалықты еске алсам деп жаяулап, өзі тұрған ескі үйге барады. Үйден шықты егде әйел. Сен келдің бе, өзгермепсің, таныдым. Анаң қайтқан, қалдырып еді аманат. Мен ашпадым, оқу өзің жарығым. Берді қағаз 4 бұрыштап бүктеген, деді жігіт. Түсінбедім түкке мен. Ашып көріп оқимын деп оңаша, кетті оңаша, барау хабар күтпеген. Балам, ботам, айым күнім асылым, қарт кеудемде бір сыр бар ет жасырын. Кеудемді өртеп барады сол күрең ой, жаздым хатқа, оқып балам біле ғой. Нәрестедің түспей тұғын қолымнан, бағым көбет бүгінгідей сорымнан. Әкең бар ет жан жақын балаға, үйден шықты қыдырсақ деп қалада. Булықты да бірге кетіп арманы, жол апаты жан әкеңді жалмады. Түстік солай бұл тағдырдың тезіне, зақым келді сенің оң жақ көзіңе. Дәрігерлер көрді, білді, байқады. Үрейлендім, қандай шешім айтады. Қатты зақым алған екен ұлыңыз, көрмес көзі алдын ала біліңіз. Жай таппаса бұған егер жаныңыз, уақыт барда сау көз іздеп табыңыз. Бақытты өмір сүру үшін балаңыз, сол сау көзді орнына саламыз. Есім шықты, ет жүрегім дүрсілдеп, бар бақытты балам көрсін, білсін деп, құрбан еттім бағың үшін өзімді, саған бердім сап-сау тұрған көзімді. Міне балам, содан бері соқырмын, содан бері таңым қайғы, кешім мұң. Осы өзбен көп ұялтсам өзіңді, кешір қалқам, кешір ботам, кешіргін. Оқып бітті, жүрегі аттай тулады. Көкірегін кермек өксіп улады. Біреуі өз, біреуі ана көзімен алдындағы ақ парақты сулады. Бауырлар, біздерге бұл мысалдың берері көп. Дәл сондай әрбір істің себебі көп. Себебін білмей қате қадам басып, отырма бармақ тістеп, не дедім деп. Атана разылығын тапсақ Алла, айтыпты жәнаттан жай беремін деп. Тірлікте таппаған соң көңілдерін, өлген соң жылаудың да керегі жоқ.